tағы да келіп қалдық пойызбен. Осымен тіке жүре берсек. Жетеміз. Қонақ үйге орналасып, заттарын тастап, бірден көшеге шығып кеттім. Көшеден бір өзбек жігіт алдымнан шығып, жүр біздің үйге, мысалы, бухарский плов қандай болатынын көрсетемін деп, плов дайындап берген. Плов жейін деп жатыр. Кәдімгі плов, ондай айтарлықтай ештеңесі жоқ. Сол жігіттің үйінен шығып, көше аралап, не бар айналада көріп, туристер өте көп, әр елден әртүрлі ұлттар. Қайырлы таң, достар. Мұндай кәлттер бар. Таңғы ас ішіп алып, жергілікті базарды көруге шықтым. Сағат 9 болады. Күн көргенін тұрған сияқтымын. Күн желкеңнен өтіп бара жатырмын. Көлеңкемен жүрген жақсы. Сағат әлі 10 болған жоқ. Уже күн ысып бара жатыр. Бізде де Ақтауда күн ыссы деп жатыр еді үйдегілер. Хорезммен салыстыратын болсақ, мұнда сөздер кішкене түсініксіздеу. Құлағым әлі үйреніспей жатыр. Мұнда тәжіктер көп дейді. Сол үшін бар, бәлкім. Тәжікше сөйлегеннен кейін мен түсінбей жатқам. Кеше Хорезмде жүрген кезде сөздердің ішінен бір сөйлемнен бір-екі сөз түсінбеу мүмкінсің. Қалған сөздерін түсінесің. И өзің құрастырасың. Примерно мынандай туралы айтып жатыр ғой. Мынандай мағынадағы ғой деп. Мында қиын. Тек бір-екі сөзін түсінесің. Не туралы болып жатыр. Не қайсы алмайсың. Ну да. Бірақ өте әдемі қала екен Бұхарада. Мынандай кесене. Нага Пушкинкова. Ассалаумалейкум. Тамақ базар қай жақта? Тамақ базар. Мына жақта ар жағы ма? Рахмет. Әйел адам ба? Ассалаумалейкум деген кезде кішкене көтенің чуть-чуть құрсайды екен. Білмеймін. Алма ма? Алма. Андайды соңғы рет мектеп кезінде көргенмін. Алмаға батырылған секерді. Клубника в шоколаде моего детства ғой. Бұл не? Бичек. Бичек. Бичек? Немен? Картошка, ет? Тыква. Тыква? Неше тұрады? Сколько стоит? 2000? 2000 сом дейді. Тыквамен. Аппетитный екен бірақ. Адрес бар, банкіге салып сатады. Балық. Басталды тамақтың темасы. İstiri mırıncara da onu, lipeşkilerden. Qancha bo'ladi bu? 25 ming suyu. Sizga 20 mingga beraman. 20 ming. Tenge. Asab tinchlantiradi, nervga spokойно, yurakka, давление, почкаga yaxshi. Adapt. Aynab qo'ying, aynab qo'yib bo'lsin emas. Tik birdan pixat ichiru.
Bu ne? Barbaris? Ha, Barbaris. Qancha turadi? Necha so'm? 100 ming. 100 ming kilogram. Paprika, zira, barbaris, shay. Sonra 110 ming so'mga olib oldim. Bir paketni anday. Sol arqaga ketdik. Yuborib chiqamiz ertang. Samarqandga жүретін bilet alib olу керек. Bu жерде материал түсіріп алған сияқтымын. Жалпы базардың іші атмосферасы бөлек, мынандай. Қарның аш келсе, обязательно қызығып кететін сияқты. Бізде қарнымыз аш емес. Завтракке тойып шыққан. Qaloq samsa. Qavoq samsa? Немен бұл? Асқалақпен? Asqaloq. Тыква. Да, тиква. Qancha turadi? 3000. 3000 deydi. Басқа жерде 2000-нан сатып жатыр. 40 теңге разница ма? Базардан алыс емес жерде осындай керемет әдемі жер бар екен. Судың водоемнің іші ластанып кеткен. Және мына жерде смотровая площадкасы бар. Осыған көтеріп қою керек. Кафешка ма? Инстаграмға видео монтаждаймын осы жерлерде бір көлеңкеде. Айтпақшы, инстаграмыма да тіркеліп қойыңыздар менің. Егер де тіркелмеген болсаңыздар. 40 мың сом төлеп, жаңағы жоғары қарай көтеріп бара жатырмыз. Смотровая площадкаға де көтерілдік. Бұхараның бәйтерегі деп те айтсақ болады. Ондай аса қатты әдемі көрініс көрінбейді. Осыдан бір қабат төмен кафешкасы бар екен. Қазір соған барып көреміз. Екінші этажы. Осындай көрініс бұл жерден. Шалқып па не? Ой, қызығымыз қалында. Сөйтіп, 1600 теңгеге просто лифтімен кататься болып келдік. Бірінші қабатында жарда танымал адамдардың суреттері ілініп тұр, осыған көтерілген деген. Бұл цитадель арк деп аталады. Қамалдың көлемі 4 гектар, биіктігі 20 метр. Егер де Википедиядағы ақпаратқа сүйенетін болсақ, бұл жерде үлкен кітапхана болған. Бұл жерде Омар Хайям жұмыс жасаған. Бұл жерге кіру 40 мың сом. Жаңа смотровая площадкадан көру, осыған кіру керек еді. Казахстан. Сколько стоит? 40 тысяч, пожалуйста. 40 тысяч. Семья резиденция Мира Бухары, крепость. Заплатите сами, пройдете, еще 100 тысяч добавится, хороший гид подскажет. Сколько часов примерно займет? 30-35 минут. Зато персональный гид вас одну будет сопровождать. А что там еще есть, помимо Краеведческий музей, там экспозиции, тронный зал, двор, цитадель здесь, в основном цитадель. А салон, 5 kişi mi gittiler? Tak, bir örneğin versenize, bir kişi yapıp aylandırады ya. Естіңдер ғой. Не деген? Бұхараға қай жақтан туристер көп келеді? En көп келеді Бұхарада. Қай туристер, қай елден? Қайерден? Америка. Amerika, Germaniya, Fransiya, Avustraliya, любой davlatdan keladi. Hamma davlat. Polsha ham keladi, Chexoslovakiya ham keladi. Соңғы жылдары орыстар көп келе ма? Shu yil ko'p keldi. Ruslar. Sizlarga ham? Bizga de. Осындай шалдармен сөйлесесің бір күшті сезімде боласың. Өзінің білгенімен бөлісіп. Қаланың ортасында орналасқан Чор Минор медресесі. Қазір бұл медресе емес, ішінде сувенирлер, туристер көп жиналатын жерлердің бірі. Медресе 2 этажды, соның шатырына көтерілмекшіміз. Архитектурасы өте ерекше медресе екен. Чор Минордың ісімде.
Рамс, как всегда. Қайырлы таң. Кешегіде Умин дейтін кісімен танысып, өзінің айтуы бойынша тарихшы екен. Бүгін солмен жолға шықтық. Бұхарада сопылықты насихаттаған 7 пір бар екен. Сол жерлерге зираттауға бара жатырмыз. Бұл жерлерге көбінесе жергілікті халық келеді. Ондай қатты туристік жер емес. Бұхараның тарихы, Нақшбандия туралы аңыз әңгімелер айтып, біраз мағлұмат алдым бұл кісіден. Мынау біздің 4-ші зиратымыз келіп жатқан. Көп жер бірдей, бірақ қанша күн ыстық болса да бәрі жап-жасыл. Өзбекстанда банан өседі дегенге сенер ме едіңіз? Ендеше мына қараңыздар. Кейін Бұхараға келе жатырған кезде банановый теплицаға келдік. Өзбектер мен түріктердің қосылып салған теплицасы. Іші әдемі, ішінде кафешкілер, шай ішуге бар, демалып. Осы теплица туралы түсірілген видеом TikTokта біраз қаралым жиналды. Көрмегендер болса, арнайы сіздер үшін видеоның астына қалдырып кетемін, сілтемесін. Осымен Бұхара туралы шығарылымым аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз, достар.